Сәлем қыздар, бүгін бауырдан шашлык дайындайтын боламыз. Ең алдымен бауырымызды жуып, тазалап алып, оны 4 піштілеп тураймыз. Турап болғаннан кейін шұңғыл ыдысымызға салып, үстіне специялар қосамыз. Яғни дәмдеуіштер: паприка, қара бұрыш, тұз және шашлыкқа арналған приправа, сарымсақ, кукуруз крахмалы, барлығын салып және майонез қосып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне май құйып және лимон салып тағы да араластырамыз. Осылайша бетін жауып 5 сағатқа маринадтауға жібереміз. 5 сағат өткеннен кейін алып, бетін ашып, осындай ағаш шпажкаларға түйреміз. Және онымен бірге пияз бен қызанақты қоссаңыздар, яғни пайдалансаңыздар болады. Барлығын түйреп болғаннан кейін противеньге, болмаса стеклянный формочкаларға орналастырып, қызып тұрған пеште 200 градуста 40-30 минут пісіріп аламыз. Осылайша біздің бауырдан жасалған шашлыктарымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Жасап көріп, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.